сіздер ойлап көрдіңіздер ме? Осы Free Fire'дағы ойындардан кімдер мықты деп ойлап көрдіңіздер ме? Сіздер оны білмесеңіздер, онда біз қазір ол адамдарды айтып өтейік. Біз Қазақстандағы адам Досымжан. Бұл Free Fire'дан түсіретін адам. Бұның подписчигі 900 000, короче, бірдеңке. Бұл адам Free Fire'дан түсіреді. Бұл короче айтқанда, бұл компьютермен ойнайды ПК-ны. Және бұл АДАЕС солармен ойнайды. Ал біз екінші орындағы адамға кеттік. Бұл АДАЕС қызы екінші орында тұрған. Негізі короче, Қазақстандағы Free Fire'шіктердің бәрін бірінші орын, екінші орынды бөліп жарғым келмейді, бірақ самом деле олар күшті. Бұл күні қызыл киімін тастамайды. Біз енді екінші орындағы адамға кеттік. Бұл құрт дегенде Курт, короче, түсіндіріңіздер ғой. Бұл адам Free Fire, тоже Free Fire'чик. Бұл бүгін біздің соңғы адам болады Free Fire'да түсіріп жатқан. Кейбір адамдарды тастап кетсек кешіріңіздер, или төртінші адамда бар. Ол қазір сосын айтамыз олар қазір. Енді төртінші адамға кеттік. Бұл Кибро. Бұл Кибро тек ойнай бермейді. Бұл тек қана ойнай бермейді ғой. Бұл жасыл түспен топ бір алу, Досымжанды АДАЕС кезеді, солай істейді. Бірақ бұл тек қана нені айналдырған жақсы көреді. Алмаз, короче, түсіндіріңіздер ғой. Айналдыруды жақсы көреді. Сосын пистолет, қандай пистолет? Оружияларды алып, олардың естеп алуға жақсы көреді. Біз олсақ келесі адамға кеттік. Бұл Зефрикс. Бұл Зефрикс та Қазақстандағы Free Fire ойнайтын адам. Бұл енді соңғы адам болып соңғы адам емес. Мен кейбір адамдарды ұмыт кеткен шығармын. Ұмыт кетсем де кешіріңіздер. Мен бұл видеоның соңы. Бұл Зефрикс. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, подписка етіп, жазылып, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Бітті. Сау болыңыздар.